Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге өте әдемі, жұмсақ болып пісіп шығатын зебра пирогын дайындайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше жұмысымызды бастайық. Ең алдымен жұмыртқалар мен қантты ыдысқа салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл пирог сәннен қалмайды, үйдегі бар заттардан жасай берсеңіз де болады. Ютубта ашқан кезде әртүрлі рецептілерін көру мүмкін. Менің рецептімде өте жұмсақ, әрі ауызға салсаң еріп кететіндей болып піседі. Достар, міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріп, үйдегілеріңізді қуантыңыздар. Мінекей бізде осындай аппақ масса дайын болды. Енді ертілген сары майды қосатын боламыз. Одан кейін қаймақ, разрыхлитель қосамыз. Барлығы алдын ала өлшеніп, дайындалып қойған. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Мінекей енді жақсылап бір миксерлеп аламыз. Сосын ұнымыз бен какаоны салатын боламыз. Ұнды да алдын ала електен өткізіп аламыз. Сол кезде пирогымыз биік болып пісіп шығатын болады. Мінекей миксерлеп болып қалдық. Енді 2 ыдыс дайындап, осы дайын болған массаны 2-ге бөліп аламыз. Теңде 2-ге бөлеміз. Жартысына ұн салатын боламыз, жартысына какао саламыз. Бұл аралықта пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Ал пирогымызды салатын ыдысымызды сары маймен жағып шығамыз. Мінекей біздің ақ және қара түстегі қамырымыз дайын болды. Енді ыдысымызға 1 қасық ақ қамырдан, одан кейін тағы 1 қасық қара қамырдан, осылайша кезек-кезек қамырлар таусылғанша саламыз. Жақсылап салып болғаннан кейін шпажкамен пирогтың бетін өз қалауымыз бойынша сызықтар сызып шығатын боламыз. Сол кезде пирог піскен кезде өте әдемі көрініс пайда болады бізде. Мінекей дайын болды. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Енді бетіне қант ұнтағын себеміз. Егер сізге ұнамайтын болса, сеппесеңіз де болады. Ыстық күйінде ұсынсаңыз да болады дастарханға, немесе суытып тағы ұсынсаңыз да бола береді, өз қалауыңыз бойынша. Достар, менің рецептім бойынша міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз, өйткені ауызға салсаң еріп кетеді, және дәмі аузыңда қалып кетеді. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.